Мелдебекова Майра Тұрғанбайқызы, Қызылорда облыстық білім басқармасының басшысы, Алматы мемлекеттік университетінде физика және информатика, математика пәндерінің мұғалімі мамандығын бітірген. Алғашқы еңбек жолын Шымкент қаласындағы нөмірі 8 мектеп гимназиясында қазақ тілі пәнінің мұғалімі ретінде бастаған. 2005-2017 жылдары Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінде бас маман, басқарма басшысы, департамент директорының орынбасары. 2017 жылдың шілде айынан бастап Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің стратегиялық жоспарлау және үйлестіру департаментінің директоры қызметін атқарған. Майра Тұрғанбайқызы, саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Жалпы салаға қатысты сауалдан бұрын өзіңізге қатысты сұрақты қойсақ, жалпы қарапайым мұғалім болып бастадыңыз жұмысыңызды, министрлікте жұмыс істедіңіз, департаментте жұмыс істедіңіз, қазір білім саласын басқарғаныңызға 1,5 жылдай уақыт болды. Өзіңізден қандай да бір өзгеріс байқап жүрсіз ба? Жалпы енді мен жаңа өзіңіз айттыңыз, мектепте жұмыс жасадым деп, 10 жылдан астам мектепте мұғалім болдым. Мектеп директорының оқушы ішінде орынбасарларын атқарып, осындай жұмыстардың барлығын жаңа мектептегі тікелей оқушылармен жұмыс істеп, сабақ беріп, ары қарай министрлікке жұмысқа кіріскен кезде бұл жерде жалпы біз енді үлкен құжаттармен, стратегиялық құжаттармен, мемлекеттік бағдарламалармен соларды әзірлеу бойынша жұмыс жасадым. Әрине ол жерде де енді министрлікте 10 жылдан астам қызмет атқардым. Сол жерде енді жалпылама негізі тікелей менің өзім жаңа департаменттегі жасаған жұмыстарым ол мемлекеттік үлкен бағдарламаларды басынан бастап әзірлеп, соны президент әкімшілігіне президенттің үкімі шыққанша жүргізіп отырмын. Енді бұл мектеппен салыстырғанда екеуі жер мен көктей деп айтуға болады. Сонымен қатар облыстық басқармалармен де салыстырғанда министрліктегі жұмыс екеуі екі түрлі жұмыс. Ол жерде ең біріншіден нормативтік құжаттармен ғана жұмыс жасаймыз. Соларды ережелерді әзірлейміз, бекітеміз, бұйрық болсын, қаулы болсын, ол президенттің үкімі болсын. Сондықтан ал жергілікті жерде ол қалай іске асып жатыр, қандай өзгерістер болып жатыр, ол дұрыс қабылданды ма, дұрыс шешімдер болды ма жобаларда деген, оны біз басқасын біле бермейтінбіз. Енді осы жерге келіп, мен барлығын сол өзінің теориялық тұрғыда атқарған жұмысты практикалық тұрғыда осы бағдарламалар, әсіресе білім және ғылымды дамыту мемлекеттік бағдарламасын әзірлеген болатынбыз. Осы жерде жергілікті жерде қалай іске асып жатыр, оның қандай кемшіліктері бар, соның барлығын енді өзім көзіммен көріп, ары қарай да бағыт алып отырмын. Жалпы білім саласындағы жиында үнемі директорлардың қатысуымен, ұстаздардың қатысуымен жиында үнемі ұстаздар, директорлар новатор, жаңашыл болу керек, креативті идеяларды қорықпай іске асыру керек деп үнемі айтасыз. Бұл сіздің ұстанымыңыз ба, әлде бұл министрліктен қалған тәжірибеңіздің бір бөлігі? Жалпы бұл менің ұстанымым, өйткені мен өзім енді жаңа физика, математика, информатикадан сабақ бердім. Бұл бағыттың барлығы қай кез болмасын өзі жаңашылдықты, осы цифрлық технологияның барлығын сол мен 80-90 жылдары мектепте қызмет жасаған кезде, сол кезде біз бастағанбыз. Сол кезде біз өзімізге сондай әрбір категория алған кезде, аттестациядан өткен кезде сондай өзімізге талаптар қойып отыратынбыз. Жаңашылдықпен әрдайым бұл осы бағыттағы жаңа пән мұғалімдері әрдайым осы цифрлық технологиялармен бірдей жүру керек деп ойлаймын. Өйткені енді ол біріншіден жаңағы ұстаным деп айттым, әрбір оқушыны қазір сабақ тыныш өту үшін, қызықты болу үшін оқушыны қызықтыра білу керек. Сабағын қазір өзін түрлендіріп, өзін әдемі бір жаңа нелермен, идеялармен, тәсілдермен, методикалармен жаңашылдық беріп отырмаса, оны қазір оқушының барлығы жақсы біледі. Сондықтан ол жерде әрбір мектептің өзінің мұғалімінің сондай несі болу керек. Өзіне деген талабы, сондықтан да мен оны әрбір мұғалімнен, директорден талап етіп отырамын. Қызметіңізге 1 жыл өткеннен кейін осы директорлар форумын өткіздіңіз, сіздің бастамаңызбен. Нәтиже қалай? қазіргі таңда мониторинг жүргізіледі ме? Ұстаздардан, директорлардан бір жаңашылдықтың лебі байқалады ма? Енді жалпы біздің сала үлкен сала, үлкен 293 мектебіміз бар, 20 мыңнан астам мұғалім бар.
енді бұл жерде біз бірінші басшылықтарға сондай өткіздік, өйткені әрбір басшы өзі көшбасшы болу керек, лидер дейміз, лидер болу керек, соны түсіндірдік. Енді айтарлықтай бір түбегейлі өзгерді, барлығы жақсы болды деп айта алмаймыз. Енді ол өзі этап-этаппен уақыт талап ететін сала ғой, бірден өзгере салмайды. Сондықтан жалпы бірақ біз үрдісті байқаймыз. Жалпы өзіміздің білім министрлігі болсын, біраз өңірлердің рейтингтер жасап, әрбір жұмыстың нәтижелерін көрсетіп отырады. Сол кезде де біз байқап отырмыз. Сонымен қатар өзімізде оны әрбір мектептің сондай жаңашылдықтарын да қарап. Демек, алғашқы қадамдар бар. Жаңа оқу жылына орайлайық, жалпы жасыратыны жоқ. Осы оқу жылы басталғанына 2 айдан асты. Мектепте тығыздық мәселесі өте үлкен мәселеге айналды. Өзіңіз білесіз, тіпті бір мектепте 20 сыныптан асқан балалардың қабылданғаны да халық хабардар. Жалпы осы бас педагог ретінде мектептердегі сыйымдылық мәселесін қалай шештіңіз? Бұл мәселеге біз алдын ала дайындалдық. Өткен оқу жылының бастап дайындалған болатынбыз. Өткен демографиялық мәселені біз білеміз. Сонымен қатар миграция дейміз ауылдан келіп жатқан. Сонымен қатар білім министрлігінің 2019 жылы 1 қаңтардан бастап енгізілген нормасы болды. 6 жастан барлық бала алу керек деген, мектепке бару керек. Соның барлығын біз оған дайын болдық, өзіміз білдік, есептеп отырдық. Бірнеше бағыттармен жұмыс жасадық бұл тұрғыда біз. Енді біріншіден мектеп салу мәселесі де бұл жерде енді мектеп салу, екіншіден жаңағы тығыздығы, көбірек мектептерге қосымша құрылыс, 2 мектепке қосымша құрылыс салынды осы Қызылорда қаласында. Сонымен қатар бізде енді жаңағы дефицитпен қатар профицит деген термин бар. Профицит бала саны оқушылардың толмайтын мектептер бар. Енді ондай мектептерді біріншіден мен өзім анықтадым. Келген кезде ондай орнымызда бізде 5000 деген орын бар екен. Сол мектептердің бірінші қазір біз статусын көтеруден бастадық. Әрине статус көтерген кезде ол жерге барлық бала келіп, мектеп түгел өзгермейді. Оның барлығын қазір біз басқа да өзіміз жүйелі түрде жұмыс жасап жатырмыз. Біріншіден 5 IT лицей аштық. Сол жерге қазір IT-технология, робототехникаға балаларды бағыттап, сол жаққа көбірек профицитный орындарды жабу. Сонымен қатар біз жеке мектеп үрдіс алып жатыр. Қазір білім және ғылым министрлігінің тарапынан жүргізіліп жатқан жаңа жоба. Жеке мектеп қаламызда да қазір 4 жеке мектеп, 2 жаңа мектеп 1 қыркүйекте ашылды. Соларды да енді ол жерде де 1500 орынға біздің мәселеміз шешті. Жалпы жаңа лицей туралы айтып қалдыңыз ғой, статусын көтеру деп. Біз өзіңіз білесіз, Facebook әлеуметтік желісінде көптеген білім саласына қатысты сұрақтарда осы лицей мәселесінде ата-аналар сұрақ қояды. Әсіресе бұл лицейдің жай мектептен айырмашылығы қандай, оның оқытудың сағаттарының бөлінуі мәселесіне байланысты сұрақ көп. Бұған қатысты не айтасыз? Бұл жерде енді лицейлерге қосымша сағаттар бөлінеді. Енді IT болғандықтан бұл жер біз негізінен бағдарламада ғой, бағдарламасы тереңдетіліп оқытылады. 9 сағат, аптасына 9 сағат беріліп отырады. Қосымша сағат саны көбейтіп, робототехника, мысалы математикадан болсын, информатика сабақтарының сағат санын көбейтіп отырады. Сонымен қатар тағы да қосымша факультативтікте сағаттар беріліп отырады. Бұл жалпы бізде қазір 51 лицейіміз бар қалада. Өзіңіз білесіз ғой, бізде көптеген ата-аналардың сұранысына байланысты осы қыс түсіп қалды, жаңа өзіңіз айттық, 261 мектепке байланысты Жадыра Бағдатова есімді әлеуметтік желі қолданушысы 2 сұрақ алады. Бұл енді қыстық мезгілге байланысты, жылыту маусымына байланысты және де мектептегі кәріз су мәселесін көтерген екен. Айтуынша дизельдік отын тапшылығына байланысты мектепте жылу аса жоғары емес. Бұл мектептің мәселесіне қаншалықты таныссыз? Мектептің мәселесіне таныспын. Жалпы білем, бұл мектептер жаңа оқу жылында қазір біз қосымша құрылыс салып жатырмыз. Енді осы қазан айының 15-іне ортасынан уже берілу керек. Дайын, енді осы мәселені қосымша құрылыс мәселесімен қатар жаңағы кәріз су мәселелері, сонымен қатар жол мәселелері де барлығы шешілді. Әңгіменің ашығын айту керек. Көбінесе айтады, мұғалімдер мектептерде әсіресе кеңсе құжаттары мен көркемдеуші құралдарын өзіміз аламыз. Мемлекет есебінен ешқандай бізге бермейді деген өзінің наздары бар. Бұл тұрғыдан бас педагог ретінде сіздің ойыңыз қандай бұл тұрғыда? Дәл осы сұраққа нүкте қойып кетейікші. Енді бұл мәселе жалпы бюджеттен қаралып отыр ғой, жергілікті бюджеттен әрбір мектептің өзінің жаңағы шығыны дейміз, мектепті ұстап тұру дейміз, сонымен қатар жаңағы мұғалімдердің жалақысы бар ма, әрбір
мектепке өзі керек шығын тиісті бөлініп отырады. Бірақ қазіргі норматив оны барлығын түбегейлі енді шешеді деп мен айта алмаймын. Сондықтан да біз қазіргі әрбір мектеп жан басына қаржыландыру механизміне көшіп келе жатыр 2020 жылдан бастап. Ол жерде енді әрбір оқушыға оқушының басына қарай бөлінеді да қаражаттың барлығы. Сол кезде неғұрлым мектепте оқушы көп болса, соғұрлым мектепте де қаражат көп болатын болады. Ол кезде жаңағыдай туындайтын мектептерде проблемалардың барлығы түбегейлі шешіледі. Жалпы енді аса бір проблема жоқ деуге болады ма? Жоқ. Проблема қазіргі таңда әрбір мектепке бөлініп отыр. Енді мәселе бар болып жатса, бізге қай мектеп, аудан болсын, мектеп болсын айтылса, біз оны жеке қарауға боламыз. Мұғалімдердің де тағы бір алаңдайтын сұрағы біз жалақы мәселесі, ол жасыратын жоқ. Енді қазір нарықтық қоғам болғаннан кейін еңбекақы жоғары болғанын кім қаламайды. Жалпы енді естіп жатырмыз, магистр дәрежесі бар ұстаздарға да қосымша ақы төленеді деп. Жалпы осы мұғалімдердің тарификациясы туралы айта кетсеңіз. Жалпы қазір өздеріңіз білесіздер, республикамызда мына ұстаз мәртебесі жайлы жаңа заң қабылданатын болып отыр. Осы заң аясында жалақы мәселесі де барлығы енгізіліп отыр нормативтік құжаттарға. Біріншіден, жаңа өзіңіз айтқандай, магистратурасы бар, дәрежелері бар мұғалімдерге қосымша берілетін болады жалақы. Сонымен қатар оған заң аясында дәптер тексеруге де қосымша қосылатын болады, класс жетекшілікке де қосылатын болады. Сонымен қатар биылғы жылы тамыз конференциясында мемлекетіміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтып өтті, мұғалімдердің жалақысын 4 жылда 2 есе көтереді. Сол жылы 25%-ке тағы көтерілетін болады. Сіз де ұстаз болдыңыз, ең бірінші жалақыңыз қанша? Қазіргі ұстаздардың айлығымен салыстырғанда енді жалпы мен былай қарасам, ұстаздың айлығы ол кезде енді аз болды деп айта алмаймын. Сол өзіміздің жаңа отбасымызға, жас отбасымызға жеткілікті болатын, ешқандай да алаңдаған жоқпыз. Көп жаңа осы елдердің экономиканың біраз салаларының бизнеске кетіп қалды. Соны қазір өзім ойлаймын, енді жалпы жағдайым жаман болмағанша осы ұстаздықты қандай қарамасақ та осы жолда жүре берді. Жасырмасаңыз қанша болды? Енді оны ол кезде теңгемен, енді рубльмен теңгемен ауысқан кезде қазір шатасатын шығармын айтсам, ойланбаппын. Жалпы бірақ қазір енді мынандай көзқарастар бар да, педагогтың мәртебесі айлық жалақының жоғары болуы үшін дейді. Сіз келісесіз болса? Мәртебесінің жоғары болуы бірнеше параметрге байланысты ғой. Жалпы әлеуметте адамның өзінің жалпы өмір сүру дейміз, қалыптасу дейміз, ол бірнеше бір факторға байланысты болады. Оның бірі сол финанс жағының факторы. Сондықтан мен бір жағынан келсем, ол енді ешқандай отбасына тамағы барлығы жеткілікті болып, кейін жүріс-тұрысына бәрі жеткілген кезде, сол кезде барып мұғалімнің өзінің жұмысымен жақсы айналысып, жұмыс жасауға да жағдай болады деп ойлаймын. Жалпы ұстаздар мәселесін осы жерде тағы да сұрақты түйіндесек, қазір жас педагогтардың үлесі жеткілікті. Қалай бағалайсыз сіздің кезіңіздегі ұстаздармен қазіргі ретпен қосылып жатқан ұстаздардың сабақ беру процесін бір бақылап көрдіңіз ба? Сабақ беру процесін жалпы бақылап көрген жоқпын, бірақ мен енді өзім түрлі конкурстар болып жатады, сол кезде немесе біз жас педагогтармен өзіміз кездесіп жатамыз, немесе жобаларға тарту керек болып жатады. Сол кезде жұмыстарын қарап отырамыз. Мысалы, даже мына аттестат жаңа форматы бар ғой, сол жерде бізге портфолиолар келіп жатады. Сол жерде енді бір мәселелер туындаған кезде мен жеке өзім кірісуіме тура келеді. Сол кезде де қараймын. Енді жалпы бүйтіп біздің 90-шы жылдар сол мұғалім болған кездегі айырмашылықтың ешқандай да сезбеймін. Сол кезде біз сондай көрнекілікпен, сол кезде сондай портфолио жинаумен, сол кезде сондай айналысатын жұмыс. Қазіргінде сол бағытта. Енді тек мына заманның несіне қарай технологияға байланысты. Ол кезде де жаңа технология деген айтылатын. Жаңа технология деген сол 90-шы жылдар уже тегімен болған біз жұмыс істеп талап ететін жаңа технологиялар, компьютерлік технология. Өзім ашық сабақ берген кезде сол 96 жылы мен интегрированный дейміз, геометрия сабағына информатика сабағын біріктіріп болдық. Сондай жасағанбыз тесттерін алып, сондықтан қазірде де ол өзінің есінде жаңағы
онда өзгеріс қазіргі таңда жоқ. Жалпы мен жалақыға қарайтын болсам, жақында мен өзім бір мектеп директорының орынбасарына сұрақ қойдым, қанша аласыздар жалақы? Өзі 9 сағатпен жұмыс істейді екен. 9 сағат дегеніміз оның жарты ставка, сонымен қатар жаңағы мектеп директорының орынбасарлығын алу керек. Енді жалпы 200 мыңға жуық алады екен. Енді өзім ойлаймын, ол жақсы, өйткені енді жұмыс жасауға жақсы, өзінің несі бар. 9 сағат деген ол аптасына 9 сағат беру деген, аптасына 1-3 күнде береді, немесе 2 күнде сабақ. Әйтпесе бір күн 2 сабақтан аптасына бір аптада беретін болса, сонымен қатар басқа өзім іс қағаздармен айналысатын болса, бұл жақсы жағдай деп өзім ойлаймын, өйткені сол неден өттім ғой мен. Барымыз ғой, енді жаңа өзіңіз айтып жатсыз. Бір сұхбатыңызда, жақында ұстаздар күніндегі сұхбатыңызда, журналистің сұрағына, ұстаз деген мәңгілік шығармашылықтан адам деп айттыңыз. Жалпы сіз де ұстазсыз, өткен жылы арнайы сабағыңызды бердіңіз, одан бері бір жыл өтіп қалыпты. Жалпы шығармашылық уақытпен қай кезде айналысасыз енді? Басқарма басшысы түсінікті жұмысыңыз бар, жиналыстарыңыз бар, дегенмен де ұстаз ретінде өзіңізді дамытуға уақыт бөліне ме? Жалпы бөлуге тырысамын өзім. Енді шығармашылық деген өте қызық. Мен енді өзімнің пәніме қарай, математикадан мысалы қазір халықаралық жаңағы нелерде, олимпиадаларда, немесе жаңағы өзіміздің PISA деген халықаралық зерттеулеріміз бар. Сол жерде де өте күрделі, нестандартный деп айтамыз, функционалдық сауаттылыққа бағытталған тапсырмалар өте көп. Сол тапсырмаларды қарап, өзім жаңағы шығарып көріп, мысалы мектепте мұғалімдерге жаңағы әрдайым жалпы біздің мектепке мен өзім ұсыныс беріп отырамын да, өйткені біздің мұғалімдер ренжімейтін шығар, сыр өңірінің мұғалімдеріне осы идеялардың барлығын өзім айтып, жеткізіп отыру керек сияқты, өйткені жаңашылдықты кейде барлық мектептерден бірдей көре бермейді. Сондықтан өзім осы шығармашылық жұмыс жасап, мысалы жақын арада біз балаларды Сириус несіне жіберген, орталығына жіберген деп жатыр қой енді Ресей мемлекетіне. Сол жақта Москвадағы Сириус орталығы, ол жерде енді біз тапсырмаларды алдық, қазір олимпиада ретінде өткізетін жатырмыз. Енді сол жерде мен мысалы алдын ала тапсырмаларын қарап шықтым. Өзім математикадан тапсырмалар, информатикада тапсырмалар қандай екен, қандай бағытта жұмыс істейді екен, осы да бір шығармашылық деп ойлаймын. Сол міндетті түрде оны өзім осы қазіргі елімізге қарай, жаңа технология, жаңа түске қарай оны зерттеп отыруға, шығарып отыруға тырысамын. Білім өзіңізге белгілі, білім саласында өте сұрақ көп. Көбісінде проблемалар аз емес, өзіңізді білесіз. Көбісі әлеуметтік желілерде өзіңіздің парақшаңыздың бар екенін білеміз. Жалпы инклюзивті білім беруге байланысты ата-аналар тарапынан да сұрақтар бар. Бізге келіп түскен сауалдардың ішінде осы арнайы тыңдау, даму мүмкіндігі шектеулі балаларға арнайы балабақша ашыла ма деген ұсынысы бар. Бұл ретте бұл ұсыныстарды қабылдауға мүмкіндік бар ма біздің облыста? Жалпы енді біздің салада үлкен ауқымды сала ғой, бұл жерде міндетті түрде сұрақтар көп туындап жатады, мәселелер туындап жатады. Енді мен өзім есептеп қарасам, 60 мыңнан астам біздің балабақшаға баратын балаларымыз бар, 160 мыңнан астам қазір оқушыларымыз бар, 20 мыңнан астам жаңа колледж студенттер бар, онымен қоса 20 мыңнан астам мұғалімдеріміз бар. Барлығын есептеп қарасақ, осы халық санының 3-тен 2 бөлігін құрайды екен білім саласы. Салада әрдайым мәселелер туындап жатады. Ол не ойлаймын, жаңа естественный процесс, шынайы болу керек, өйткені сонша қамтып отырғаннан кейін ол жердің мәселелері әр жерде өз туындап жатады. Енді инклюзивті деп жатыр, инклюзивті білім саласы қазір жалпы білімдегі жаңа үрдіс, жалпы мемлекет саясаты да осы инклюзивті мүмкіндіктері, ерекше мүмкіндіктері бар балаларды оқытуға жағдай жасау. Әрбір мекеме болсын, балабақша болсын. Сонымен қатар қазір бізде 500-ден астам балабақшаның 90-ында инклюзивті біліммен қамтылып отыр. Бұл инклюзивті дегеніміз, мысалы бір өзінің несіне қарай, инклюзивтік жағдайына қарай, ол жерде
немесе дефектолог болады, өзі арнайы маман сабақ беріп жатады, немесе материалдық жағынан да жеткілікті болу бірнеше параметрмен жағдай жасау. Сондықтан қазіргі біздің облысымызда да бұл мәселеге біз өте сондай қаражаттың барлығын бөліп отырмыз. Былтыр біз 2 жылға, осы 2019 жылға, 2020 жылға 188 миллион штат мәселені шешуге қаражат қарадық. Айнұр Амангелді есімді әлеуметтік желі қолданушысы, мынау жаңа лицейлер мәселесін айттыңыз ғой өзіңіз. Дәл осы мәселеге байланысты өзінің сұрағы бар екен. Мынау 1,5 паритеттік сағат қосу жөнінде. Бұның біз қаншалықты пайдасын көре аламыз алдағы уақытта? Бұл пән беруде мұғалімдер жеткілікті ма? Бұның бір қандай білім саласын алға жылжытуға тиімділігін сезіне аламыз ба деген сұрақ қойды. Әрине, міндетті түрде. Бұл 1,5 сағат деген жылына бөлінетін сағат қой. Жалпы бір жылда бізде 34 апта бар. Соны бөлген кезде өзі 44 сағатқа шығады. Жалпы қосымша білім берудегі қосымша вариативтік сағаттар өте пайдасы зор деп айту керек. Өйткені факультатив түрде өтеді сабақтар. Мысалы, IT лицейлерге қосымша беріліп отыр ғой, осы 40 минутта, 45 минутта жаңағы мұғалім өзінің сабағында теориялық бағытты беріп жатса, осы факультативтік сағатта қосымша ақпарат береді, қосымша балаларға жаңағы дамытуына жұмыс жасайды, ғылыми тұрғыдан ақпараттар береді. Сондықтан бұл міндетті түрде көмектесетініне сенемін. Өзім солай айта аламын. Тұрғынбайқызы, өңірлік коммуникацияның ашық диалог хабарында біз басқарма басшыларымен сұхбат құрамыз. Соның ішінде өзіңізге қатысты блиц сұрақтар болады. Қысқадан нұсқа және шынайы жауап беруіңізді сұраймыз. Жалпы соңғы рет сынды кімнен естідіңіз? Жалпы мен сынға өзім дұрыс қараймын, дұрыс қабылдаймын. Егер де сын орынды болып жатса, енді біздің сала үлкен ауқымды сала болғандықтан бұл жерде біраз мәселелер туындап жатады. Әрине, оны кейде сынғып та айтып жатады, оның барлығын енді қабылдап, орынды болса, сол мәселені шешіп, болдырмауға тырысамын. Өзім жалпы табиғатым сондай. Сынды мен еститін, үйде өзім жолдасымнан естимін. Ол кісі өте бақылап отырады, интервьюлердің бәрін тыңдап отырады, айтып отырады. Сонымен қатар үйдегі ұлдарымнан да естіп жатамын. Көп маған даже мысалы өзінің салаға қатысты, жалпы Қызылорда өңіріне болмаса да, салаға қатысты білім саласында көп қой, енді туындайтын мәселелер болған кезде сол сауалдар қойып, сіз басқарма басшысы осындай қалай шешеді, осындай мәселелер туындап жатыр деген айтатын кездер болады. Сын түрінде де беріліп жатады, сондықтан оның барлығын дұрыс қабылдаймын. Білім басқармасының басшысы мінезі жұмсақ деп айтады. Келісесіз бе? Жалпы мен онымен келіспеймін. Өйткені жалпы мінезі жұмсақ па, ол әрбір басшы өзінің несіне требовательный дейміз ғой. Талап қойып отыру керек. Мен өзім табиғат, мінез адамға енді табиғатпен беріледі. Жалпы мен өзім әрбір үлкен саланы алып жүру, мен жұмсақ мінезбен алып жүру мүмкін емес. Оны білеміз, тәжірибеде де көріп жатамыз. Сондықтан мен талап еткен кезде де бұл қандай мысалы қатал жаңағы басшыларды көріп, ол жерде бір саланы осы мінезбен өзгертіп жатқандарды көрмеймін, сараптап жүремін ондай басшы болғандықтан. Сондықтан жалпы өзімізді қазір алдымыздағы стратегиямызды білсек, бағытымызды білсек, қалай жұмыс жасап жатқанымыздың барлығын жалпы осы саланы дұрыс алып жүрсек, соны ойлаймын. Бәрібір басшының міндеті. Сіз соңғы рет барған ауылдағы мектеп есімде ме? Соңғы ауылдағы есімде жалпы Қармақшы ауданында болдым, 20 қыркүйекте. Сол жердегі Ақай ауылындағы, Төрет ауданындағы барлық мектептерді араладым. Байқоңыр қаласы бар. Барлық сол жерде қандай мектептер бар, сонымен қатар есімде де ауданның төңірегінде де мектепте аралап, барлық ұстаздармен кездесіп, мектептің ішкі жұмысымен танысып, күрделі жөнінде болсын, мазмұнға қатысты мәселе болсын, бәрін сол жерде талқыладық.
Кітаптардың, мектептегі кітаптардың көпшілігі ескерілгендей. Жаңа кітаптар жеткіліксіз деп келісесіз ба? Онымен келіспеймін. Енді біз биылғы таңда жаңа оқу жылында 1 миллиард 700 миллион теңге барлық жаңа оқулықтарға, биыл жаңа мазмұнға көшкен сыныптардың барлығына біз оқулықтарды қамтамасыз еттік. Ал былтырғы жаңа алдыңғы жылдар көшкен жаңа мазмұнға қатысты көшкен сыныптардың барлығы сол оқулықтармен биыл оқып жатыр. Сондықтан жалпы 100% біз қамтып отырмыз. Білім саласындағы жетістіктерді әрі қарай жетілдіру үшін кімнен кеңес аласыз қазір? Білім саласына жалпы біз енді білім саласының өте эксперттері көп. Халықаралық дәрежедегі өзіміздің республикамыздың дәрежелеріндегі эксперттермен сөйлесу, сұхбаттасып немесе конференцияларға жиі қатысуға тырысамын. Менеджмент саласында да Алматы университеті қазір өте жақсы сондай курстар ұйымдастырады. Жалпы басшылыққа қатысты жетілдіру, жаңағы өзімнің қабілеттерін жетілдіру бойынша сол Алматымен көп жұмыс жасаймыз. Ректор корпустары өте сондай мықты, жаңа бағытта жұмыс жасап жатқан университет. Сонымен қатар жалпы салаға байланысты алатын болсақ, сала енді жалпы біздің бағытталған стратегиямыз, мемлекеттік бағдарламамыз бар. Сол бағдарламадағы нелерді, айқындалған міндеттерді шешуге жұмыс жасап жатырмыз. Соңғы сұрақ, күніге қанша жиналыстыңыз? Жалпы графигіңізде өзіңіз қаншалықты кейде шаршамайсыз ба? Графиктен жалпы біздің енді бұл мемлекеттік қызметке етіміз үйренген деп айтуға болады. Бірнеше жыл жұмыс жасап, министрлікте де осындай темп дейміз ғой, темпке үйрендік. Суткісіне 24 часов 16 сағатында жұмыс жасаймыз. Қазір мен осы қалада өмірге келгелі сенбі жексенбі демалмаймын. Жексенбіде де жұмысқа шығып, енді ол жерде бір қазір мынандай сындар айтылып жатады, егер де сенбі жексенбі жұмыс істесеңіз, ол үлгермейді, немесе жалпы мен өзім үшін мен қызметкерлеріме шық деп айтпаймын. Өзімнің жаңағы шығармашылық жұмыстарын дамытуға, сонымен қатар ары қарай да жаңа идеялар, оны бір жеке отырып ойланып жасайтын жұмыс болғандықтан сөйтіп шығып жұмыс жасаймыз. Енді шаршадым деп айта алмаймын. Арасында йогалармен, спортпен де айналысамыз. Журналистерге қаншалықты жақынсыз? Жалпы мен журналистерге министрлікте істеген кезде де ашықпын. Журналистерге әрбір өзіміздің жұмыс жасап жатқаннан кейін бұл жерде айтарымыз бар да. Өзіміз сондықтан ешқандай да кез келген журналист ұсыныс беріп сұхбат алатын болып жатса, немесе тікелей эфирге шақыратын болып жатса, ашықпын. И бірге жұмыс жасауға да әрдайым өзім дайынсыз. Рахмет Майра Тұрғанбайқызы, жалпы ашық әрі объективті жауаптарыңызға сізді осы эфир арқылы ісіңізге береке тілейміз және де келіп жеткен кәсіби мерекеңізбен құттықтаймыз.